Көз – адам жанының айнасы. Ол әлемді тануға, көруге, сезінуге мүмкіндік береді. Адамзат баласының қабылдайтын ақпаратының көп бөлігі көз арқылы қабылданады. Алайда көпшілігі көз күтіміне мән бермейді. Көз адам бойындағы өте нәзік мүше. Кейде жанымыздың айнасы көзімізді күтуді ұмытып кетеміз. Қазір тек елімізде ғана емес, әлем халқы көз жанарының көптеген ауруларынан зардап шегуде. Соңғы жылдары оның қарқын алуына телефон, компьютер мен гаджеттердің өміріміздің бір бөлшегі айналғандығы да себеп болуда. Зерттемелер нәтижесі күнделікті өмірде әрбір адам 6-10 сағатын заманауи технологияларға арнайтын көрінеді. Адам көзінің пішіні шар тәрізді, шамалы қысыңқы, диаметрі 23-25 мм болады екен. Көз сыртқы жағынан 3 қабықтан қапталған. Сыртқы ақ түсті қатты және мықты қабығы склера немесе ақ қабық деп аталады. Ол көздің ішкі механикалық зақымданудан сақтайды. Склераның алдыңғы мөлдір бөлігі қасаң қабықша деп аталады. Көздің қалған бөліктеріндегі склера мөлдір емес ақ түсті, ол белок деп аталады. Склераның ішкі жағынан көзді қоректендіретін күрделі өрімделген қан тамырларынан тұратын тамырлары қабық жанасқан. Бұл екінші қабық. Көздің алдыңғы бөлігіндегі әр адамда әр түске боялған сұр, қоңыр, көгілдір, қызыл және тағы да басқа түсті қабыққа өтеді. Көздің сыртқы мөлдір қабығының ортасында қарашық деп аталатын тесік болады. Жарық қарашық арқылы көз алмасының ішіне өтеді. Түсту қабық күрделі тамырлары бұлшықет тарамдары. Көз адамның маңдайдағы жұлдызы болғандықтан оны қорғай білу абзал. Көзді бөгде заттарын түсуінен қорғай білу керек. Көзге бөгде заттардың тиюі өте зиян. Мұндайда көзге ақ түседі. Көз зақымданғанда көрсетілетін алғашқы жәрдемдер мынандай. Көзге бөгде зат түссе, дереу қайнатылған жылы сумен көзді сыртынан ішіне қарай жуу керек. Егер көзге қышқыл, сілті сияқты сұйықтықтар тисе, онда суды ағызып қойып тап-таза жуу керек. Ең бастысы, көзді еш уақытта қолмен уқалауға сүртуге болмайды. Тек таза, жұмсақ шүберекпен сүрткен абзал. Адам өзі жақсы көретін жанға қарағанда көзінің қарашығы 45%-ға дейін үлкейеді екен. Көздің мүйізгек қабығы акуланікіне қатты ұқсайды. Тіпті заманауи медицинада адам көзіне ота жасалғанда акуланың мүйізгек қабығын пайдалану етек алған екен. Адам көзін ашып түшкіре алмайды. Көзде 107 миллион жасуша бар және олардың барлығы жарыққа сезімтал келеді. Орта есеппен адам көзінің диаметрі 2-5 см, салмағы 7-8 грамм болады екен. Денедегі бұлшық еттердің ең белсендісі көзді қамтамасыз етуші бұлшық еттер. Теория бойынша дені сау көз 10 миллион түсті ажырата алады екен. Міне керемет, жанарымыз сұр түстің 500-ге жуық реңін танитын болып шықты. Алайда жалпы 150 реңді ажырата алу да ең жақсы көрсеткішке жатады екен. Орташа есеппен адам бүкіл өмірінде 24 миллион түрлі бейнені көреді екен. Көзді қысып қарау көбіне көру жүйесі нашар адамдарда болады. Яғни көз көргісі келетін нысанға жеткілікті фокус түсіре алмайды, анықтай алмайды. Балалардан бұл жағдайды байқаған ата-ана тез арада окулист дәрігердің көмегіне жүгінгені жөн. Көру қабілеті нашар адамдар ұсақ жазуларды оқи алмайды. Барлық адамда 40 жастан кейін пресбиопия жасқа байланысты дамиды екен. Осылайша газет, журнал оқу, жұмыс істеу қиындай бастайды. Бұл жағдайда окулист маманға жүгініп көзілдіргі рецепт алған жөн. Сонымен қатар қараңғыда жұмыс істеу көзге зиян. Бұл көзге көп салмақ түсуіне, оптикалық жүйенің өзгеріп кетуіне ықпал етеді. Жарық жерде жұмыс істеу арқылы көз бұлшық еттерінің шаршамауының алдын алып, жанарымызды қорғайық.
Арнайы жаттығулар көз бұлшықеттеріне жақсы көмектеседі. Күнделікті компьютер алдында бірнеше сағат отырған соң жаттығуды күнделікті үйреншікті әдетке айналдырған жөн. 2-3 рет 10-15 минут уақытыңызды бөліп, көзге әртүрлі жаттығулар жасау керек. Соның ішінде көзбен түрлі шеңбер сандар салуға болады. Дұрыс таңдалмаған көзілдірік көзге зиян. Көзілдірік дүкендерінің сөрелерінен сатып алғаннан гөрі дәрігердің арнайы дайындап берген рецептісімен барған жөн. Ол әр адамның көзінің арақашықтығына, яғни көздің диаметріне қарай анықталады екен. Үнемі көзілдірік тағу зиян емес, бірақ бұл науқасқа дұрыс таңдалған көзілдірік болса ғана әсер етеді. Қаншалықты көзілдірік тағып жүрсе, соншалықты көздің тор қабатына жүктеме түспейді. Қарсы көрсеткіштер болмаса, қазір медицинаның дамыған заманында коррекция арқылы ота жасатуға да болады. Бірақ бұған адамның отаға қарсы көрсеткіштері болмаса ғана рұқсат етілген. Көру қабілетімізді жақсарту үшін құнарлы тамақтануымыз қажет. Мысалға, сәбіз. Сәбіз көзге жағымды әсер ететін және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротинге өте бай. Сол себепті көру мүшесінің бұзылыстарынан зардап шегетін науқастарға мүмкіндігінше тамыр жемістерді шекелей жеу ұсынылады. Асқабақ С, А, В1 және В2 дәруменіне бай және құрамында лютеин мен зеаксантин бар. Оның бойындағы мырыш көз ауруларынан қорғап, жанарыңызды жасартатын қасиетке ие. Асқабақтан түрлі тағамдар әзірлеуге болады. Оны қалай қолдансаңыз да өз құнарлығы мен пайдалы заттарын жоғалтпайды. Брокколи, лютеин, каротин және зеаксантин деген заттегінің арқасында көздің түрлі аурулардан қорғап, жанарын нұрландырады екен. Балық пен балық майы, омега-3 майлы қышқылының қайнар көзі. Бұл қышқыл көзге өте пайдалы болып келеді. Көру қабілетін жақсартып, жанарыңызды мөлдіретеді. Әсіресе майшабақ, скумбрия, арқан балықтарын үзбей жеп тұруды әдетке айналдыруыңыз керек. Қара шоколад көздің қан тамырларын сақтап, мүйізге қабығын қатайтады. Сонымен қатар көздің шаршауын басып, нұрландыруға да ықпал етеді екен. Сондықтан да ағзамызға қажетті тағамдарды жей отырып, көз жанарымызды сақтайық. Ақпарат пайдалы болса, керек екен арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.